Бүгін малға шапса, ертең адамға бас салмай ма? Алматы облысы Көкөзек ауылының тұрғындары үреймен күн кешуде. Жақында бұралқы иттер қорада қойларын жайратып кеткен. Ата-аналар балаларын мектепке жаяу жіберуге қорқады. Сорақсыз сол көп иттің иесі болғанымен бақылаусыз босатып жібереді екен. Түгелдей бір ауылды дүрліктірген иттермен әкімдік қалай күресіп жатыр? Толығырақ әріптесім Асқарбек Қазанғап баяндайды. Таңғы сағат 6. Иттерден 40 кетті. Кепе қоз ет сыртқа сүйреп шыққан. Міне. Қора. Мына видеоға қарап қойды қырған қасқырма дерсің. Бұралқы иттер түн ортасында қораға кіріп, алдынан шыққанында, төрт қабырғаны айналып қашқанында қан жоса етіп жұлмалаған. Түннен тек үшеуі аман қалған. Көкөзекті осылай топтасып кезіп жүрген иттерге көпшіліктің көзі үйренген. Жүргеніне ешкім бас ауыртпастай еді. Алайда қорадағы соңғы сойқаннан соң балаларын далаға жіберуден қалған. Иттер деген мүлдем көп бізде. Балаларды қуалап, даже қауып алған кезде иесіне айттық, ештеңе ешқандай шара қолданбады. Біз акиматқа да звондағанбыз негізі. Иесі барлары да бар, жоғы да бар. Бар үйдің де иттері бос жүреді ғой мына жерде. 15-20 шақты ит жүреді. Оны ұстап атқан адамды көрген жоқпыз. Бұрын, например, қалада Алматы қаласында көріп тұратынбыз. Троспен ұстап жүретін немен. Бізде ондай вообще көрген емеспін. Ит ауланбайды деген әңгімеге қарсы шыққан тұрғында табылды. Кеше 56-сын алып кетті деп өзгелердің аузын аңқитты. Қалмайын десе, осы тұрғандардың ешқайсысы көшесіндегі бұралқы итті ұстағандарды көрмеген. Осындай бір адам жібереді, істеп жатыр, әкімдіктер жұмыс істеп жатыр деп айтқызып қояды бір адамға. Болды, солмен жүреді. Онда сіз ғана көріп қалған ауылдандар көрмеген? Мен мешіттің артында тұрамын. Мен бұл ауылға қатысым жоқ. Мен көзбояушылық емес. Өтірік айтпаңыздар, Құдайдан қорқыңыздар, өтірік айтуға. Өтірік айтуға Құдайдан қорқыңыздар. Мен мешіттің артына келдім. Көрдік, көрмедік деп тұрғындар 40 пышақ болған сұрақтың ресми жауабын жергілікті әкімдік берді. Малға шабуыл болды деген күні ветеринария мамандары 19 итті аулапты. Қалғандарын тұрғындардан ары түскен жағдайда ғана ұстаймыз дейді. Әр адам келеді, бізге заявление жазады, заявка береді. Сосын біз оны аудандық ветстанцияға жібереміз. Сол заявкамен біздің аудандық ветеринария станцияның ит аулаушылар келеді. Бір машинамен. Кеше келді. 19 тағы келді. Бірақ та келешекте осы жұмыстар әрі жүргізіледі. Қолға түскен иттің иесі 3 күннің ішінде табылмаса көзін құртады. Көкөзектіктердің көзіне сүйел болған бұралқы жануардың бүгін ертең азаймасы анық. Сенімді серікке телген итекеш иттің өзінен сенім кеткені, бұл қайткені деген тұрғындардың сақтық шарасын сақтаудан басқа амалы жоқ. Асқарбек Қазанғап, Алмас Нұрдос, Мейір Әзімбай, КТК, Алматы облысы.